Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз өзіміздің осы әпке драмасының 3-ші сабағын өтіп жалғастырамыз. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын мен сіздерге өткен тақырып бойынша пысықтау сұрақтарын қойсам, иә? Апай. Бірінші сұраққа кім жауап берем дейді? Мен. Иә. Апай, Назила Темірбектің үйленуіне не себепті қарсыға жауап берсем болады ма? Иә, Нұрбек жауап бере ғой. Назила Темірбектің үйленуіне қарсылығы оған Камила мүлде ұнаған жоқ. Өйткені апай ол қыз мүлде Темірбекке жараспайды деп айтсақ болады. Оның достары да жаман, олар шылым шегеді, арақ ішеді және де көптеген заттар жасайды. Және де Камила өз баласын алдырып тастады, сондықтан Қамажай да Назила да оған қарсы болды. Жақсы, өте жақсы. Жарайсың, Нұрбек. Келесі сұрақ. Драмадағы негізгі кейіпкерлерге сипаттаманы кім берем дейді? Кемі 4 кейіпкерді сипаттап берсеңіздер? Иә? Апай, мен берейін бе? Иә, Алина айта ғой. Апай, біз ең бірінші басты кейіпкерден бастайық. Қамажай ол Омар Темірбек пен Нермек Назиляның әпкесі болып келеді. Ол өте мейірімді және ол отбасына әрқашан көмектесуге дайын. Жақсы. Қамқор. Ал Омар ол өте ақылды бала, ол өте ақылды, ғалым болып келеді. Ол мындай удача сондайға сенбейді, ол только мындай ғылым болып келеді. Ғылыми жағынан, және ол өте түсінігі мол болып адам, түсінігі мол оның. Назиля қандай кейіпкер? Назиля ол өте өзіне, қалай айтсам болады? Сенімді. Өзінің бағасын біледі және ол өте тік мінезді болып келеді. Егер ұнамаса ол бірден. Дұрыс. Темірбек жайлы бір-екі сөз айтып кет. Ол Темірбек деген бізде дөрекі сөйлейтін, басқалардың добротасы, мейірімділігін уважать ете алмайтын бала. Дұрыс, иә. Келесі сұрақ. Апай, толықтыра кетсем бола ма? Иә, айта ғой. Және де апай, менің ойымша Темірбек ол жаман бала емес. Бірақ оның достары, оның араласатын адамдары өте жаман болған соң, оған да олар солай, оны да жамандылыққа белсенділеді. Жалпы Темірбек өз әпкесін өте қатты жақсы көрген, бірақ оған қарсы ол Камила оған әпкесіне қарсы қойып, оларды ұрыстыра берді. Сондықтан да сосын Темірбек пен Камила бөлек шығып кетті. Дұрыс, және оның ата-аналары болмағандықтан оған да сол өте әсер етті. Ауыр болды. Темірбекке ауыр теді, иә? Бірақ апай, оның басында әкесі келіп еді, бірақ Темірбек оны қуып жіберді, өйткені оларға қиын кезде оның әкесі оларға ешқандай көмек берген жоқ, балалардың жасына мән берген жоқ. Дұрыс, өте жақсы жауап. Жарайсыздар, Алина, Нұрбек. Келесі сұрақ, әпкелерінің жұмысқа шығуына бауырлары неге қарсы болады? Кім жауап берем дейді? Аяужан? Апай, себебі Қамажай ол кондуктор болып жұмыс істеймін деп айтқан кезде бүткіл бауырлары оған қарсы шығады. Себебі жұмысы ұнамайды, иә? Ауыр жұмыс деген сияқты, иә? Қарсы болады. Бірақ соған қарамастан ол жұмыс жасайды, иә? Иә. Дұрыс. Келесі сұрақ. Мен сендерге мына 2 сұрақты үйге берген болатын, сондықтан өздерінің ойларыңды бөлсеңдер болады. Бір оқушымен шектеліп қалмай, иә? Бірінші сұрақ. Ол сұраққа орамас бұрын, мына сұраққа жауап беріп кетсек, қыздар Қамажайдың орнында не істейтін едіңдер, ал ұлдар Темірбектің орнында сендердің іс-әрекеттерің қандай болушы еді? Апай, мен Темірбектің орнында болсам, ешқашанда Қамажай әпкеме дауыс көтермейтін едім. Өйткені ол бізді жетелдіріп, қамқор болып бауырмашылығын бізге берген. Иә, Темірбек өте бір салқын қанды қарайды, иә, әпкесіне бір жаңағы
достарымен апай, жүріп, ойнап, иә, күліп. мысалы, осы айрандай ұйып тұрған отбасыны сен ұйытқы болдың деп айтқанда Қамажай өте жаман болып кетті. Бірақ Қамажай ол керісінше сол отбасыға барлық бауырмашылығын беріп, ол отбасы ешқашан ұрыспасын деп бәрінің қабағына қарап жүрген. Иә, дұрыс. Және бір эпизоды бар еді ғой, Темірбек, бұл үйден береке таппай қойдым ғой деп айтып жүретін, иә? Иә. Сол сөз Қамажайға өте ауыр тиеді. Иә, дұрыс. Қыздар, Қамажайдың орнында болсақ, қайтер едік? Осының барлығына шыдар ма едіңдер? Және оның жігіті Қабен ұсыныс жасаған болатын. Сендер соны қабыл алар ма едіңдер? Қамажай бас тартты ғой ол ұсыныстан, иә? Себебі мен бауырларыма қарауым керек, оларды мен жетілдіруім керек деді, иә? Апай, мен Қамажайдың орнында болсам тоже отказ беретін, потому что інілерім мұндай болып ақшалар жетіспей отыр, біреу Москваға кетейін деп отыр, біреу Ресейге барып жұмысқа істейін деп отыр. Оған өзін үйленуге уақыт болмайды, балдарға қарау керек, кішкентай інісі бар. Бірақ бір жақтан мындай слишком мерке болып кетеді, анау Тимур деген ба, қатты сөз айтып, мен ондай шыдамас едім. Демек, біз осы драма арқылы өзімізге керектіні ала алдық, иә? Жақсы кейіпкерден де, жаман кейіпкерден де. Қамажайдан біз сондай бауырмашылықты, өзінің пайдасын емес, өзгені ойлап тұрады, бауырларын ойлап тұрады. Сол нәрсе, сол қасиет үйрене алсақ, ал Темірге қарап біз керісінше ондай болмау керегін үйрендік, иә? Сол қасиеттерді өзімізге үйренеміз. Келесі сұрақ, үй жұмысына берген сұрақ. Автор болсаң, драманы қалай аяқтар едің? Апай, мен Рыскелден оқысам бола ма? Аяужан оқи бер. Аяужан оқы, одан кейін Нұрбек оқысын. Егер мен автор болсам. Айттерейін, тағы басқа оқушылар. Егер мен автор болсам. Айта ғой, Аяужан. Егер мен автор болсам, шығарманы былай аяқтайтын едім. Арада бір жыл өткен соң Омар мен Тимур Нәзила үйлеріне қайтып келеді. Оларды сонша уақыт күткен әпкесі мен інісі таң қалып бір орында тұрып қалды. Қамажай дастархан жайып, бәрі дастарханның басына жайғасты. Әңгіменің көп болғаны соншалық, тіпті кештің батқанын байқамай қалды. Күндердің бір күні Қабен Қамажайға келеді. Ол Қамажайға жанұя болуға ұсыныс жасады. Бауырлары әпкесін қолдап, сөйтіп Қамажай мен Қабеннің ұсынысын қабылдап, бәрі бірге тату және бақытты өмір сүреді. Жарайсың, Аяужан. Сенікін кеше оқып тексерген болатын, иә? Маған сенің жазуың өте қатты ұнайды. Жарайсың. Осы жазуыңда қал. Я, Нұрбек? Мен автор болсам, әпке драмасын былай аяқтайтын едім. Драманың соңында Ермек әкелген телеграмманы Қамажай оқып тұрған кезде кенеттен тосын сый жасап, Омар, Тимур және Назила кіріп келетін еді. Сол кезде Қамажайдың көңіл күйі көтеріліп, қуанып кететін еді. Олар барлығы отырып, әңгіме айтып, дүкен құратын еді. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім оқиын дейді? Қуаныш. Апай, мен оқиын ба? Алина оқи ғой. Мен ақын болсам, шығарманы осылай аяқтар едім. Балалардың үйден кеткеніне 10 жылда өтті. Омар ғалым, Темірбек бригада болып жұмыс істейді, ал Назила мұғалім болып күйеуге шығады. Әркімнің өз жұмыстар болып, міне 10 жылдан кездеспей жүреді. Бірақ бір күні інісінде жинаған кезде бәрі қара киімдерде, көздері толған жас болып келеді. Олар құлпытастың алдында тұрады. Жерлеу біткен соң аға сіңілері бұрынғы үйлеріне кіреді. Дастарханға отырғанда Қамажай әпкелерін отырғандай болады. Сол кезінде Назила тағы да жылап жүреді. Аға сіңілдер дастарханға отырып, бұрынғы балам жағын есіне түсіріп бастайды. Солай отырып кеш басып кетеді, барлығы үйлеріне қайтып кетеді. Енді аға сіңілдер әр жыл сайын құлпытастың алдына келіп, Қамажай әпкелеріне ананың орнын ауыстырып бергеніне рахметтерін айтады. Жарайсың, өте өзгеше, иә? Кино көргендей болдық қой. Мұңға жақын болдық қой. Кино болса, соңында міндетті түрде жылайтын едік, иә? Алинаның киносында. Тағы кім оқиын дейді? Бар ма тағы жазып келгендер?
Дархан, Ардана, Аян. Сіздер жазбадыңыздар ма? Жақсы, онда уақыт жоғалтпай келесі тапсырмаларға кезек бере берейік, иә? Жауап берген оқушыларды мен міндетті түрде бағалаймын. апай. Келесі сұрақ. Әпке драмасына композициялық талдау жасайықшы. Барлығымыз толықтай таныспыз, иә? Оқиға желісімен. Иә. Оқиғаның басын кім айтамыз дейді? Бастауы бір сөзбен ғана. Апай, оқиғаның басы Тимурдың ішімдік ішіп үйге келіп жынығаны. Иә, дұрыс, келеді. Тағы кімде қандай нұсқа бар? Әкесін неден қуып жіберуі. Анасын қайтыс болды. Басында болған оқиғаларға жатады, иә? Иә. Иә. Дұрыс. Оқиғаның байланысына не айта аламыз? Тимур достарын алып келеді. Иә, Тимурдың достарымен бірге келіп, олар Назиля мен Қамажайдың Камиламен танысуы. Иә, дұрыс, өте дұрыс жауап. Одан кейін оқиғаның шиеленісуіне. Темірбектің Камилаға үйленуі. Иә. Үйленіп бөлек шығуы, апай. Жоқ, ол Үйлену. Просто Бөлек үйлену. шығу шиеленісуіне жата ма? Бөлек шығудан кейін. Ол шарықтау шегіне жатады. Омар Москваға Тимурдың үйленуін айта аламыз, және Қамажайдың жұмысқа тұруын айта аламыз, иә? Иә. Оқиғаның шиеленісіне алып келетін жағдай. Оқиғаның шарықтау шегі. Омар Москваға кетеді, өз президент Москваға кетеді, ал Темірбек Россияға ұшып кетеді. Жоқ, оқиғаның шарықтау шегіне біз жаңағы Тимур мен Камиляның үйден кетуін жеткізе аламыз. Иә? Сонымен қатар жаңағы кімнің Қамажайдың Қабелінің ұсынысынан бас тартуын жеткізе аламыз. Иә? Иә, апай. Ал оқиғаның шешімі? Оқиғаның шешімі ол Омардың Қарағандыға білім беруге кетуі, Тимурдың бригадир болуы, және де Назиляның неміс тілінен сабақ беруі. Солай аяқталады, иә? Иә. Және жаңағы қара шаңырақта тойды тойлаймыз деп отырады ғой, иә? Қамажаймен көрші әйел және інісі Ермек, иә? Міне соларды жатқыза аламыз. Өте жақсы. Сіздердің жастарыңызға, сіздердің бұл жасаған талдауларыңыз жақсы. Келесі екінші тапсырма, екі түрлі түсіндірме күнделігі. Мына бағанға, бірінші бағанға мәтіндегі өзіңізге ең қатты әсер еткен тұстарын айтасыздар, және сол үзінділер жайлы өз пікіріңізді білдіресіз. Түсінікті ғой, иә? Иә. Кішкене ойлануға уақыт берейін, 1 минуттай, одан кейін айтайық. Апай, мен айтсам ма? Иә. Маған қатты әсер еткен тұстар ол Камиланың баланы алдырып тастап, оны Қамажайға айту кезінде. Сол кезде Қамажай оны шапалақпен ұрып жібергенде, одан кейін оған Тимурдың қандай әрекет жасауы маған мүлде ұнамады. Өйткені Қамажай әпкесі оған барлық шындықты дұрыс жағын айтса да, ол Камиланың жасаған біле тұрса да, ол бірақ Камиланыкі дұрыс деп шешті. Менің ойымша, ол баланың ешқандай жазығы жоқ болған. Сондықтан да Қамажай әпкесі оларға жынданып, екеуінде ұрып жіберді. Содан кейін Назиля келіп, оларды үйінен қуып жіберді. Сол әсер еткен үзінділер жайлы өз пікіріңді білдір. Менің ойымша, бұл жерде Қамажай бен Назилянікі өте дұрыс болған. Ал Камила мен Тимур, олар өте тас жүрек адамдар. Дұрыс.
өте қатты әсер етеді, иә, Қамажайға бұл жаңалық. Иә. Иә, Иә. Ержан, Мен ақсам ба? оқи ғой. Мәтіндегі өзіне қатты әсер еткен тұтастары, Қамажай Тимурдың костюмін бүлдіріп алған кезде Тимур оған қатты ашуланып, ұрысып, үйден кетіп қалды. Ал Қамажай болса жылап, оған қандай оқиғадан басы кешіп өткенін айтады. Маған сол әсер еткен үзінділер жайлы өз пікірлеріңді білдір. Тимур әпкесін қолдаудың орнына оны ұрысып, ренжітіп алды. Иә, өте қатты ауыр тиеді, иә, бұл да Қамажайға. Иә. Дұрыс, тағы кім Және айтқан де дейді? Қамажайға өте қатты тиген жері ол Тимурдың Ресейге кетуі болған. Тек Иә. қана Тимурға емес, барлық ағаларына, қарындастарына қатты әсер етті сол. Соңында, иә, қатты Иә, қуалап соңғы жағы. Қамажай. Дұрыс. Алина? Апай, менікі Нұрбектікімен ұқсас, бірақ менің пікірім бойынша бір жақтан анау Каманы да түсінуге болады. Ол баласына тек жақсылықты сыйлайды. Ол қазір барлық ұрысып отыр, ол баланың психикасына да әсер ететін еді. Бірақ Тимур өз тәтесін Қорғамағаны. Иә, соған кішкене жаман болды. Әпкесі өз анасындай болып, оған әрқашан қарап, даже анау пижам күйдіріп кеткеннен оған новый етік алып берді, бірақ өз әйелін қорғай бастағаны дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни бұл жағдайда Каманың жағдайын түсінуге болады, бірақ бұған кінәлі Тимур. Түсінсең де, иә. Егер Менің ойымша олар барлығын Қамажаймен сұрау керек еді. Қалай істейтіндерін, рұқсат сұрау керек. Иә, Қамажайға ауыр тигені Темірдің бұны біліп тұрып жасып қалғаны болды, иә? Иә. Иә, дұрыс. Ол өзіне шыдамай ұрып жібергені, бірақ потом ол содан кейін кешірім сұраған, бірақ ол Темірбек бәрібір кетіп Соның қалғаны. әсерінен ол екеуі үйден кетіп қалады, иә? Иә. Әкесі қол көтерген себебінен. Тағы кім айтам дейді? Қуаныш, Дархан, басқа оқушылар сөйлей ма? Ардана, Аян, Сенім. Сендер таныстыңдар ма? Оқиғаның толықтай желісімен. Сендер көріп шықтыңдар, иә, толық. Көріп отқан кезде бір өздеріңе бір қатты ұнаған тұстар болды ма? Бір қызықты болған? Назиляның сөйлегені өте қызық. Иә, Назиляның Камиламен ұрысқаны өте қызық болды. Маған жаңағы Омар мен Гаухардың ара қатынасы қатты ұнайды. Соның әсерінен қызықты болған сияқты, иә, қойылым. Маған күлкілі болған жері Омардың орнынан тұрып, Гаухар, біз екеуміз үлгілі отбасы құруға жараймыз дегені қатты күлкілі болды. Иә. Сол ара қатынас өте бір қойылымды күлкіге жақын етті, иә? Иә. Ол жер ғана емес, көбінесе Назиланың сөйлегені күлкілі болған апай. Иә, Назиляның пікірлері, иә, көбінесе жаңағы ирониямен, сарказммен сөйлейді ғой. Иә, сарказммен сөйлейді. Барлығын күлкі етіп, мазақтап, солай сөйлейді, иә. Жақсы. Апай, және де ең соңында Ермектің айтқан сөзі қызық болды. Ағасы Омарға айтқан сөзі. Иә. Өте қызық болды. Және жаңағы Омардың Назиляға сезімін айтып қою, иә? Жаңағы Гаухар жақсы көрем деп айтып қояды ғой. Ойбай деп. Сол жері өте сахнада жаңағы өте қызықты етті қойылымды. Сол ара қатынас жалпы. Жақсы, өте жақсы. Келесі бізде тапсырма. Біз бұға дейін Кахутпен жұмыс жасадық, иә? Қазір тағы да
Қазір тағы да Kahoot-пен жұмыс жасаймыз. Сіздер ең бірінші ғаламтордан міне көріп тұрсыздар ғой, Kahoot ит деп теріп жазасыздар. Теріп жазып іздеп қойыңыздар, жақсы ма? Пин-кодты айтасыз ба? Қазір түсіндірейін мен сіздерге пин-кодты айтамын. Пин-кодты сіздер жазып аласыздар, одан кейін никнейм деп тұрған жерге аты жөндеріңізді жазасыздар. Мейлінше аттарыңызды ғана жазалауға тырысыңыздар, себебі Симай қалады. Симай қалады. Алдындағыдай емес, осы жерде отырып орындаймыз. Ұқсайды. Қазір сол себепті түсіндіріп кетейін. Қараңыздар, осы зумнан, экраннан сіздерге сұрақ шығып тұрады, жауаптар да шығып тұрады. Сіздер осы жақтан қарап тұрасыздар да, жауаптармен Жауап қандаймыз, телефоннан? Телефонда тек қана сіздерге түстер ғана тұрады. Фигуралар мен түстер ғана тұрады. Осы зумға, экранға қарап, дұрыс жауапты көріп тұрасыздар. Мысалға, дұрыс жауап жасыл түсте болса, сіздер жаңағы телефоннан сол жасыл түсті басасыздар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, түсінікті болса, мен қазір онда қосайын. Қазір. Сол сразу білеміз, кім бірінші орында, кім екінші, кім үшінші екен. Бірден бай іздеп шығарып береді. Ағылшынша тілінде тұра берсін бе? Ол ауысады сосын кіргенде. Сұрақтар қазақша болады. Барлығымыз дайындап қойдық, телефонымызды, экранымызды. Жақсы. Менің экраным көрінді сіздерге. Міне Kahoot. Апайсыз, біз сонда Kahoot Оқушылар, кешірім сұраймын. Kahoot өте қатты интернет талап етеді, сол себепті шығып кетті жаңа менде. Қазір қайтадан тырысып көремін. Минут уақыты қалыпты. 864 0276. Пин-кодты жазыңыз. Никнейм. Пин-код 864 0276. Апай, ник жазып кіре берейін ба, или күтеміз? Ник жазыңыз, шықтыңыз сіз. Қазір Алина шықты, Аян шықты. Аяужан. Тағы. Жазсаңдаршы кезірек. Оқушы ғана ма? Тағы кірейікші. Куда ты идешь? Вот скажи, куда ты идешь? Қуаныш шықты. 5 оқушы болды. Қуаныш шықты тағы. Ожабай
Олжабаев және Олжабай Қуаныш па? Екі Қуаныш бар, иә? Иә. Иә, Дархан қосыламын дейді, күте тұрайық. Қанша адам болды? 6 адам болды ма? 6 адам болды. Біз 9-біз, иә. Сенім кірген жоқ. Дархан кірген жоқ. Гүлнұр кірген жоқ. Дархан, күтейік пе сені? Гүлнұр, сен кірсеш? Гүлнұр Сенім. интернетім ұстамай жатыр, мен кіре алмаймын деп жазып жіберіпті, маған жіберіп түсіністікпен қарайық. Сенімші. Сенім, күтейік пе? Сенім, Дархан, сіздерді күтейік пе, әлде бастай берейік пе? Жақсы, күте тұрайық. 7 минут уақыт бар бізде. Жылдамдатайық. Осында ше, уақыт кетіп жатыр ғой. Дархан. Бастай берейік, иә? Себебі қазір аяқталмай бітіп қалғанша да бастай бергеніміз жөн болар. Дархан, сізден соңғы рет сұрайын. Бастай беріңізші, апай кірмейтін жақтан. Дархан есіме жатқан сияқты. Жақсы, кеттік. Мәса. Get ready. 3, 2, 1. Барлықтарыңызға сәттілік. Қане, қай жылы дүниеге келді Дулат Исабеков? Не отырып, айналып отыр. Генес машин дейді. Сендерде айналып жатыр ма? Иә, интернет ұстамай тұрмын, бірден көп тұр. Андай болып тұр. Менде айналып жатқан жоқ. Апай. Болды, апай жасалды. Онда келесі сұраққа көшейік. Бір оқушы ғана дұрыс жауап берген. Мен, ба? Нұрбек, иә, Нұрбек. Келесі сұрақ. Дулат Исабековтың тұңғыш әңгімесі қалай аталады? Әпке, қарғын, жолда қара шаңырақ. Былай айналып тұрса, интернет дұрыстамай тұрған сөз ба? Иә, Жоқ, тексеріп отырмын, бай. тексеріп жатқан шығар. Тағы бір ғана оқушы дұрыс жауап беріпті. Нұрбек. Басқаларымыз тырысайық кішкене белсендірек болуға. Дулат Исабеков қандай сыйлық лауреаты? Лауреаты, шатаспайық. Тарлан, Абай, Құрмет, Астана. Сіздердің кітаптарыңызда бар. Екі оқушы дұрыс жауап беріпті. Дархан бұл жолы. Жарайсың. Мен де дұрыс жауап бердім ба? Мен снайтсам өтірік бастым. Басқаларды бір орында тұрып қалып. Ол интернет желісінен болар. Келесі сұрақ, Қамажайдың ең үлкен інісі кім? Апа, мен Жауап беріп қойдым, апай. Мен жауап беріп қойдым. Кішкене сұрақтың жауап беру уақытын ұзартқанмын алдыңғыға қарағанда. Екі бала дұрыс жауап берді ме? Екі оқушы ғана дұрыс жауап беріпті. Менден. Аяужан, жарайсыз. Мен де жауап бердім, апай. Нұрбек, сен осыда бірінші орында тұрсың ғой? Қамажай кім? Қамажай кім болып жұмыс жасайды? Ыдыс-аяқ жуушы, кондуктор, мұғалім, медбике. Бес оқушы дұрыс жауап берген. Жарайсыздар. Жарайсыздар. Омардың ғашығы кім?
Назила, Кама, Гаухар, Сұлухан. Мұнда еще тез жауап берсең, очко көбірек береді, Иә, уақытқа. иә? 5 оқушы дұрыс жауап. Бәрі жауап берді. Жарайсыздар. Өзгеріп жатыр. Темірбек не себепті үйінен кетіп қалды? Дұрыс шығар енді. Бұны жаңа сабақта мен өзім айтып жарайсыздар. Өте жақсы жауап. Диалектикалық материализм деп айтып жүретін кейіпкер. Ой, Алина жатасып кетті. Негізі сол Назила соған апай әзілдейді ғой сол сөзге. Омардың сөзіне. 5 оқушы дұрыс жауап беріпті. Жарайсыздар. Нұрбекті қуып жетейік кәне. Драманың соңында Қамажайдың көңіліне тиген қандай жағдай болды? Бұны да сабақ барысында айтып өттік, е? Драманың соңында. Иә, апай. Төрт оқушы дұрыс жауап беріпті. Келесі. Әпке драмасында көп қолданылған троп түрі. Троп? Оны да сабақ барысында айтып кеттім. Троп деген әдебиет теориясына қатысты. Бұл сіздерде кітапта көрсетілген, және мен жаңа айтып кеткен болатын. Дұрыс емес ол мен. Дұрыс. 3 оқушы дұрыс жауап. Не апай? Кетті, орындарды аяқтаймыз. Анықтаймыз, кешірім сұрайын. Алина 3-ші орын, Аяужан, 2-ші орын, Нұрбек, 1-ші орын. Бәріне жауап бердің ба сонда? Барлығына дұрыс жауап бердіңіз. Көрейік. Басқа қатысқан Аян мен Қуаныш 4-5-ші орын. Сіздерге үлкен рахмет. Сонда